Жаз айында бір отбасының тұңғыш қызы болып дүниеге келдім. Кішкентайымнан алғыр әрі ақылды болып өстім. Мектепте үздік оқушы едім. Өзімде келісті, ұзын бойлы, сүйкімді қыз болдым. Көп жігіттің назары менде болатын. Оған мән бермей жүрген менің ойымда тек оқу болды. Әкем ауылдың беделді кісісі. Маған үнемі қызым оқыған адам жерде қалмайды. Өз-өзіңді оқысаң ғана көтересің. Жақсы өмір сүремін десең оқы дейтін. Әкем мені оқудан бітірген соң беделді бір оқу орнына түсірді. Мен бәрінен ең жоғары болдым. Тестілеу, сынақ, тағы да басқа іс-шаралардың ең алды болдым. Сол уақыттары бір жігітпен дос болып, кейін сезіміміз махаббатқа ұласты. Оның маған деген көзқарасы өте ерекше болатын. Екеуміз қанша уақыт бірге жүрдік. Сабақтан босай сала, екеуміз бірге көңіл көтеретінбіз. Бірдей киімдер алып, кешкі асқа, одан қоса бірге жиындарға бардық. Екеуміздің достарымыз бір. Екі жақты толық танимыз десек те болады. Ең бастысы, ол менен ештеңе аямайтын. Не қаласам соны әперетін. Мені сыйлап, бар айтқанымды жасайтын. Болашағымызды жоспарлап жүретін едік. Ол маған менің келіншегім боласың, көп балаларымыз болады. Ең бақытты жанұя боламыз дейтін. Әкем маған үлкен сенім артты. Әкемнің өтінішін жерге тастамай мұғалім болдым. Оқуды бітірген соң әкем керекті қаражатты құйып, мені колледжге жұмысқа орналастырды. Жаңа жұмысым өзіме өте қолайлы болды. Колледж студенттеріне сабақ беріп, үйренісіп те кеттім. Декан ағай менен жоғарыдағы ұстаздар менің жас болсам да білікті маман екенімді көріп таң қалысты. Оған мен де ризамын. Әкешіме осы жаңалықтарды айтқанымда қатты қуанды. Себебі менің жетістігім әкемнің жетістігі. Жұмысқа тұрғаныма бір айдың жүзі болды. Алғашқы жалақымды алдым. Ауылға қарай баруға асықтым. Әкешіме барып қуанту үшін бір тиынымды да жаратпастан барлығын әкеме бергім келді. Үйге барар жолда жігітім хабарласып: "Қалайсың? Жолығайықшы. Айтар маңызды әңгімем бар еді." "Шүкір, жақсы, өзің қалайсың? Айта берсеңші, мен ауылға бара жатырмын. 2 күн сонда боламын. Жолыға алмаймыз." "Маңызды әңгімем бар еді. 1-2 сағатқа қала тұрмайсың ба? Ренжімеші, үйдегілерге бара жатырмын деп айтып қойдым." "Жарайды," деді де тұтқаны қоя салды. Мен аса мән бермедім. Себебі жігітім Нұрболат көп нәрсеге ренжи бермейтін. Мені жақсы түсінетін еді. Үйге де келдім. Ата-анамды, бауырларымды көріп қатты қуандым. Мәре-сәре болып ойнап күлдік. Анамның ыстық құшағын, әкемнің мейірімін қатты сағынып қалыппын. Қаланың күйбең тіршілігінен ауылдың таза ауасы, салқын лебі күшті ғой шіркін. Ауылым мен ата-анамды сағынысып келген уақытта үйге белгісіз қонақтар келді. Оларды бұрын көрген сияқтымын. Жүздері таныс. Иә, олар осы ауылымыздың адамдары, бірақ әдеміленіп, киініп, жасанып, таранып алған. "Әкем, келіңіздер, қалайсыздар? Тойға бара жатқандай жасанып алыпсыздар ғой. Келіңіздер, отырыңыздар." Қонақтар сәлемдесіп, отырып нан ауыз тиді. Көкейлерінде бір нәрсе жасырынып тұрғандай, сөйлейін десе бір-біріне қарап ыңғайсызданып отыр. Әкем тағы да: "Ореке, неге біртүрлі болып отырсыздар? Күнде көріп жүрген адамбыз ғой. Бұлай абдырап не көрінді?" Қонақтардың алды болып келген Орынбай ата сөзді бастады. "Сіздерге келіп отырған себебімізді айтайын. Нақты өзіміз дұрыс жеткізе алмай отырмыз. Нақтырақ айтқандай, біз сіздің тұңғыш қызыңызды айттыра келдік. Қызды кім сұрамайды дейді ғой. Алдын ала кешірім сұраймын, бірақ қонақтың алды болып өзім келдім. Бұл келген себебімізді дұрысынан түсінгейсіз."